Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Және де менімен дәл осындай қыстық ең дәмді салаттардың бірін жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы видеода көрсетілгендей қажетті заттарымызды дәл осылай аршылап, жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Ең алдымен сәбізді үкіштен өткізіп, видеода көрсетілгендей дайындап алатын боламыз. Қажетті мөлшерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Дәл сол жерден қажетті мөлшерін көре аласыздар. Келесі кезекте пиязымызды дайындайтын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей кесетін боламыз. Келесі кезекте тәтті бұрыштарымызды ұсақтау етіп турайтын боламыз. Келесі кезекте 40 қабатты майда кубиктеп кесіп шығатын боламыз. Мен сарымсақты алдын ала салқын суға салып алдым. Себебі сарымсақтың ашылуы өте оңай болады. Сіздерге де дәл осылай ашылуға кеңес беремін. Өте оңай жолмен ашылады. Сіздер сарымсақты қандай жолмен ашылайсыздар? Комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сарымсақтарымызды дәл осы видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боламыз. Көрінісі өте әдемі болатын болады. Ең соңынан қызанақтарымызды дәл осы видеода көрсетілгендей кесіп алатын боламыз. Және де ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Ендігі кезекте укроп пен петрушкаларымызды дәл осылай кесіп дайындап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын дайындап аламыз. Және де қазанға, үлкен қазанға дәл осылай отымызды жағып, майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды қуырып алатын боламыз. Яғни пиязымыз жұмсарғанша қуыратын боламыз.
күйіп кетпес үшін қозғап тұратын боламыз. Келесі кезекте сәбізімізді салып, жақсылап оны да жұмсарғанша қуыратын боламыз. Сонан соң 40 қабатты салып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Түсі дәл осылай керемет болып шығады. Ең соңынан дәл осылай үккіштен, яғни жаңағы ерттартқыштан өткізілген помидорларымызды салып, баяу отта қуыратын боламыз. Яғни баяу отта қайнайтын болады. Ошағымыздың астын баяу жағатын боламыз, себебі салатымыздың асты жабысып күйіп қалмас үшін баяу отта қайнататын боламыз. Биыл сіздер салатты ошаққа немесе газға әзірледіңіздер ме? Комментарий бөліміне жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Мен дәл осылай таза ауада жаңағы үлкен қазанға салатты жасауға жөн көрдім. Және де соңынан осылай жаңағы укробымызды, петрушкамызды салдым. Дәміне қарай тұзымызды салдым. Және де 70% уксустан 2 ас қасық салдым. Алуға 20 минут қалған кезде дәл осылай сарымсағымызды салатын боламыз. Сарымсақ себебі қатты өліп кетпеуі қажет, немесе дәмі керемет болып шықпай қалады. Дәл осылай салаттарымыз дайын болды. Стерилденген ыдыстарымызды алдын ала дайындап алып, дәл осылай салаттарымызды банкаларымызға құйып шығатын боламыз. Банкамыздың ауасын шығарып алып, қозғап, және де осылай қақпағын жауып, мықтылап бекітетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, қолдаған жандарға алғысым шексіз. Қош сау болыңыздар.